Баршаңызға қайырлы күн достар. Біз бүгін ауыз ашарға арнап Петрдан өте әдемі, ерекше стильде ораза айына арналған тойбастар жасап үйренетін боламыз. Ол үшін ең алдымен менің каналыма лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Ол үшін ең алдымен кішкене ақ фетрді алып, осындай қағазға эскиздерді сызып алатын боламыз. Осында екі эскиз. Енді осылай біріншісін толықтай ручкамен бастырып шығатын боламыз. Екіншісін осы сызық тұрған жерден бастырып аламыз. Үшіншісін осылай бастырып, үш эскиз қиып алатын боламыз. Сіз ақ ине жіппен тіксеңіз болады, немесе ыстық клейдің көмегімен жабыстырсаңыз болады. Мен ыстық клеймен жабыстырып шықтым. Осылай жиегіне кішкене ғана жағып, кепкенше күтетін боламыз. Төбесін де осылай жабыстырып шықтым. Сол кезде осылай болып шығады. Енді кішкене шашақты қиып алып, ұшына жабыстыратын боламыз. Помераннан золотистый айды қиып алып, бетіне жабыстыратын боламыз. Және метражный стразаларды алып, жиегін осылайша сәндеп шығатын боламыз. Осылай барлық жиегін жүргізіп шығатын боламыз. Сол кезде бізде өте әдемі тойбастар дайын болды, ерекше. Енді ішіне өз қалауыңызша заттар салып берсеңіздер болады. Мен электронный таспих салатын боламын. Сізде моншақты таспих салсаңыз болады.